Бақытсыздыққа душар болған қыз ата-енесін кешіре алмады. Асылым, қайдасың? Төргі бөлмеден еміс-еміс естілген дауысқа Қаламқас елең ете қалды. Ас үйде түскі астың қамымен жүрген, құлағын тосып тыңдаған, ештеңе естілмеді. Қағыс естіген болармын деп жұмысын жалғастырып кетті. Бір сәт тарс еткен дыбыс пен шаңқ еткен дауыстан алдындағы жуып тұрған ыдысын тастай сала алға ұмтылды. Ылғал қолын көйлегінің етегіне жүгіре сүртіп ішкі бөлмеге сүрене қабына ентеленді. Екі бетте құлаған Қасымның денесін қоларбасы басып қалған. Басы ғана баяу қимылдайды. Қаламқас жанұшыра ұлын қолтығынан сүйреп тұрғызбақ болды. Ұзын бойлы сотқалдай жігітке әйел адамның әлі келсін бе? Қанша тыраштанса да жерден көтере алмады. Жолдасы Әділді іздеп сыртқа жүгірді. Қорасындағы 10 шақты құсының жем-суын беріп бастап жүрген Әділге аптыға жетті. Ойбай, әкесі, таста бұларыңды, балаң құлап қалды, үйге жүгір, деп келген ізімен жүгіре жөнелді. Екеулеп әупірімдеп Қасымды төсегіне жатқызды. Қос қолымен жансыз аяқтарын сабалаған Қасым, Құдай, бұндай бейнет берердей мен өзіңе не жаздым, деп налыды. Жасқа толған Жанара әке-шешесінен жасыру үшін теріс бұрылып бүк түсіп жатып қалды. Ұлының шарасыз кейпін көріп Әділ терең күрсініп тысқа қайта шығып кетті. Баласының осындай халге түсіп жалғыз қалуына өзін іштей кінәлі сезінетін. Қаламқастың жан дүниесі тіптен алай-дүлей. Осыдан 3 жыл бұрын Әділ мен Қаламқастың жалғыз ұлы Қасым қаладан қуанышты жаңалықпен келді. Биыл оқуының соңғы курсы. Университет қабырғасына алғаш барған жылы танысқан Асылыммен қыз-жігіт болғандарына да 4 жыл толыпты. Ендігі мақсат жазда қолдарына дипломдары тиісімен шаңырақ көтеру. Қасымның бұл жаңалығына әке-шешесі ерекше қуанды. Ағайын туыс құлақтанып тойға дайындық басталып та кетті. Жалғыз ұлдан несін аяйсың? Әділ мен Қаламқас та бар жиған терген тойда шашты. Асылым Алматының аруы. Қалалық қыз ауылдың тыныс тіршілігін үйіріп әкету үшін тырысып-ақ жүр. Қаламқас та жас келінге аса көп жүк артпайды. 50-де енді ғана еңсерген, оның қартайып тұрғаны шамалы. Келін қызмет қылсын деп қол қусырып отыратынның қатарынан емес. Бір жағына шығып Асылымға қолғабыс етіп жүр. Атасы Әділ де айналайын Асылым деп құшақ ұшырады. Асылым да бұл үйге бөтендік танытпады. Ақ жарқын, ақ көңілмен елпілдеп қонақ келсе сыр жүгіреді. Бақытты отбасының берекесін қашырған Қаламқастың немере сіңлісі Балқия еді. Көрінгеннің қызығын қызғанып қуанышын көре алмау Балқияның байырғы әдеті. Анау анандай, мынау мынандай деп елдің бәрін жақтырмай отырады. Әй Қаламқас, келінге тым жұмсақ екенсің, ертең басыңа шығып кетеді. Тәйт деп қойсаңшы. Қойшы, келгені кеше, ол да біреудің баласы, оның үстіне оқулары да бар, соған дайындалады. Үй шаруасына жегіп қоятын ойым жоқ. Оқуы не? Екеуі де бітіріп келген жоқ па? Деп Балқия Қаламқасқа сұраулы жүзімен қарады. Екеуі де магистратураға тапсырмақшы. Бақтарын сынап көрсін, біз тек тілекшіміз ғой. Жас кезде білім алсын, оқыған көптік етпейді. Ойбай, қайдағы оқу Қаламқас? Әй, осы көзге дейінгі оқу жетпеді ме? Бері жақында, құлағыңды әкел, келінің ұлыңды қалаға алып кетудің амалын қылып жүр, деп сыбыр ете қалды. Қаламқастың құлағына одан әрі жармасып, қалалық қой, бұлар ауылды жатсынады, қалайда Қасымды қолтықтап кетіп тынады. Сосын отырғаның не бала жоқ, я келін жоқ. Қартайғанда қатарыңа қарап қызығып жәутеңдеп. Балқия бой бермей барады. Ту Балқия, бәле шақырмай отыршы сен. Қаламқас тыйып тастады. Арада 2-3 минут үздіксіз орын алды. Балқия ананы бір мынаны бір айтып, күн ұясына батар шақта қайтуға жиналды. Қасым, Балқия, әпкеңді жеткізіп сал үйіне, күн кешкіріп барады, деп Әділ ұлына бұйыра сөйледі.
Қасым екі сөзге келместен көлігін оталдырды. Күнделікті күйбең тіршілікпен уақыттың қалай зымырап жатқанын байқамай да қалыпты. «Мама, біздің үйленгенімізге 1 ай толды. Кешке Асылым екеуміз қала жаққа шығып қайтсақ, қалай қарайсыздар?» деді Қасым анасына сұраулы жүзімен. «Иә, әрине балам, қыдырыңдар, жүріңдер, жассыңдар ғой. Асылым да бойын жазып қайтсын» деп Қаламқас қуанып қалды. Жас жұбай қалаға шығып бара жатқанда Балқия үйге кіріп жатқанда: «Қалайсыңдар, Қаламқас, бұлар қайда кетті, бәрін білсем» деген әдетіне салды Балқия. «Бүгін 1 айлық дей ме, жастар ғой, қыдырғысы келеді, шығып қайтсын. Балқия келсе, әділ 1-2 кесе шайдан кейін әйелдердің әңгімесін түсінбеймін деп әзілдеп бөлмесіне кетеді. Газет журнал оқып, теледидар қарап, саяси сауаттың рухани азық алатын әділ бәдік Балқияны аса жақтырмайды, десе де бұнысын білдірмейді. Қаламқас бір адам бар, келінді осы үйдің босағасына байлап қояды. Қусаң да кетпейтіндей етеді, суретіне қарайды да жасайтынын жасай береді. Ал деген затын аласың да келіннің тамағына қоса қоясың. Не деп кеттің, Балқия, нені қос дейсің? Ту, Қаламқас, осы сенің аңғалдығың-ай. Оқиды деймін, әлгі нені оқиды? Құдай сақтасын, қой әрі, біліңнен аулақ. Балқия тыныш отыр. Қаламқас ыршып түсті. «Ау, ештеңе де болмайды, келінің тез сіңіп кетсін деген ой ғой менікі. Әйтпесе сендерде нем бар? Бұларға болсын десең де жақпайсың». «Мейлі, мен жай айттым» деп Балқия әңгімені ауын өзгертті. Ара-тұра пәленшенің келіні баласын өзімен ерте кетіп, әке-шешесін, немерелерін бір көруге зар болып жүр. Қалалық келін ауылға балаларын жібермейтін көрінеді. Бұлар қалаға барса жақтырмай ұрыс шығарады екен. Содан не керек, ұлының үйінде 2 күн болар-болмас ауылға қайтады деп тағы да ескі әуеніне басты. Аңқау Қаламқас Балқияның арбауына түсіп, ақыры келіннің суретін қолына қалай ұстатып жібергенін аңғармай қалды. Осы оқиғадан кейін Балқия бұл үйге келуін тіптен жиілетті. Бұрын құр қол жетіп келуші еді, қазір келінге деп тәтті ала келетін болған. Арамдықтан ада Асылым рахметін жаудырып, тәтесі әкелген тәттіні жеп алады. Кейінгі уақытта бұл отбасының берекесі қаша бастады. Бұрынғы зыр жүгіріп жүретін Асылымның ештеңеге қолы бармайды. Төсектен тұрғысы жоқ. Еңсесін басқан зіл батпан күш жата бер, тұрма деп азғыратындай. Бұрынғыдай таза үй, дайын тамақ, салулы төсек жоқ. Қасым келіншегінің бұл қылығына қайран қалды. Асылым қатты өзгерді. Ата-енесінің де бұған көңілі суып барады. Жатып ішер жалқау келін кімге жақын? Қаламқастың қабағы түйіліп, кейде Қасымға «Қайда қана әкелдің?» деп қатты кетіп қалатыны бар. Ондайда әділ барынша араша түсіп ауырып жүрген болар. «Сөйлессеңші» деп әйеліне зекиді. Қасым мен Асылымның арасы күн өткен сайын қиындап барады. Қыздарының қылығы қаладағы ата-анасының құлағына да жетіп, ауылға асықты. Өз қыздарын танымай қалды. 2 құдағидың әңгімесі Қаламқастың «Қызыңды алып кет» деген ащы сөзімен аяқталды. Асылым Алматыға келген соң да өзгермеді. «Мама, басым ауырып барады» деп жата кетеді. Білікті дәрігерлердің барлығы дерлік денсаулығында ешқандай ақаудың жоғын айтып шығарып салады. Жап-жас 20-дан енді ғана асқан қыздарының жағдайы ата-анаға ауыр дейді. Адам емдейді дегендердің барлығының есігін тоздырды. Бір емші қыздарының басында дуа бар дегенде Асылымның анасы шошып кетті. Бұндайды бұрын-соңды естімегені болмаса, бетпе-бет кезігіп көрмепті. Етегі жасқа толып: «Апа, емдеп бере көріңіз, қанша болса да ақыңызды жемеймін» деп жалынды. Арада жыл өтті. Асылым өз-өзіне келе бастады. Жұмысқа орналасты. Өткен өміріне оралғысы жоқ. Неге екенін қайдам Қасым мен оның ата-анасына өкпелі. Қасым қанша хабарласса да Асылымның жүрегі жібімеді. Тіпті телефон номерін ауыстырып жіберді. Асылым кеткелі Қасымның күйі кетті. Ашушаң болып алды. Алғашында аяғы жансызданып жиі ұйып қалатын. Ауру меңдеп төсекке таңылды. Қоларбада отырғанында да жылға жуықтады. Неге бұл күйге түскенін түсінбей әлі күнге ішкі ойымен арпалысы бәлек.